Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, қадірлі жамағат. Бүгінгі игі шарамызды қасиетті Құран кәріммен бастасақ деген ниеттеміз. Құран бағыштау үшін ортаға Айтбай тарихи мешітінің бас имамы Марат Қари Дайрабайұлын шақырамыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله ربنا ورب العالمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Meyrimde, rahimde, jaratушы, жарылғаушы Allah, bir özüne ғана құлшылық қылып, өзіңнен ғана жәрдем тілейміз. Оқылған қасиетті Құран аяттарынан болған барша сауаптарды, әуелі ардақты болған, сүйікті болған пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям азиз рух шәрифіне, ардақты болған барша сахабалар, осы өңірде жатқан барша әулие, әмбелер, Ахун, Ишан бабаларымыздың рух шәрифтеріне, әдейілеп Айғожа Ишан бабамыздың рух шәрифтеріне бағыштадық. Осы жерде әмин деп қол жайып отырған барша жамағаттың дүниеден өткен ет жақын марқұмдардың рухтарына бағыштадық. Алланың рахматы, пайғамбарымыздың шапағаты нәсіп қылып, Алла тағала қабірлерін оқыған Құран нұрымен нұрландырып, жандарын мәңгілік жәннаттан етсін. Мейірімді рахымды Алла, бүгінгі өзінің разылығы үшін деп салынып жатырған мешітіміз, медреселерімізді Алла тағала құтты, қайырлы, берекелі етіп, осы мешіттен, медреселерден елімізге, отанымызға, асыл дінімізге қызмет жасайтын үлкен ғалым ғұламалар өсіп шығуын Аллах өзің нәсіп ет. Вассаллаху аля хайри халқи Мұхаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амин. Аллаху акбар. Амин.
Қадірлі қауым, адам баласына осыншама нығметті әзірлеп, осыны тілегімізді қабыл етуші Аллах Тағалаға құлшылық етіп, дұға қылатын имандылық орны мешіт салу ең биік, ізгілік және үлкен сауапты іс. Айғожа Ишан Темірұлының 250 жылдығына орай Айғожа Ишан қоғамдық қоры мен баба ұрпақтары және Ашимов Талғат Әзімханұлының демеушілігімен елдің рухын көтеріп қымбат құндылық мешіт салып, жамағат игілігіне ұсынуда. Заманауи үлгіде жаңадан бой көтерген Айғожа Ишан мешіт медресесінің ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Алғы сөз Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Қызылорда облысы бойынша өкілі Ақмешіт Сырдария мешітінің бас имамы Абу Болатбек Ұласханұлына беріледі. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмағин. Амма бa'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Қадірлі жамағат, ардақты ағайын. Баршаңызға бүгінгі мынау ашылып жатырған Айғожа Ишан бабамыздың атындағы мешітіміз, мынау Құран жаттау орталық медреселерімізді Алла Тағала құтты берекелі етсін, құрметті ағайын. Енді мынау таңменен таласып, осы балашаға отбасымызға бір шарапаты, ықыласы тиісін деген ниетпен келіп тұрған ағайын, барша ниет дұғаларыңызды Алла Тағала қабыл етсін. Мынау енді Жаңақорған өңірінде ашылып жатырған 7-ші мешітіміз. Жалпы Сыр елінде 185 мешіт қызмет етеді. Міне бүгін сол 186-187 мешіттеріміздің ашылу рәсіміне қатысып жатырмыз. Оның ішінде мына Жаңақорған ауданында 7 мешітінде, басқа аудандарда 1-2 мешіт болса, бұл ауданда міне 7 мешіт бар. Бұл да болса ауданның халқының ауызбіршілік, ынтымақ, бірлік, осы дінге деген ықылас ниеттерінің көрінісі деп білеміз. Алла Тағала сол ықылас ниеттеріңізден айырмасын иншалла. Алла Тағала қасиетті Құранда Алланың үйін жүрегінде Аллаға деген сенімі бар, ақыретке иман келтіргендер жандар ғана тұрғызады дейді міне. Сондай ізгі ниетпен осы мешітті салып жатқан, бастаған Талғат ағамызға Алла разы болсын дейміз. Алла мол сауаптан жазсын дейміз. Пайғамбарымыз өз хадис шарифінде айтады, кім жер бетінде көгершіннің ұясындай Алланың үйін салатын болса, Алла Тағала пештен оған зәулім сарай сыйлайды дейді, құрметті ағайын. Сол зәулім сарайлар иншалла осыға тілекші болған, осыны салуға мұрындық болған, ұйымдастырған барша жандарға Алла нәсіп қылсын иншалла. Аллаға шүкір, жаңа айтып жатырмыз, мешіттің ашылуында да қозғап жатырмыз. Мына қазақ еліне осы ислам діні келгелі 1250 жылға жуықтаған екен, құрметті жамағат. Міне содан бері бабаларымыздан балаларына, атадан балаға мирас болып осы ислам діні келе жатыр, құрметті ағайын. Біз енді біздің аталарымыз, біздің осы топырақтағы өскен әжелеріміз бізге қарағанда текті, білімді, айбатты болған бабаларымыз осы ислам дінін өз ақыл, ой, парасат ниеттерімен қабылдады, және соны бері қарай осы күнге дейін ұрпақтары жалғасып келді. Кешегі үзіліп қалған мына кеңес дәуірінің кезінде де біздің аталарымыз тығылып үйлерінде намаз оқып, тығылып жаназа намаздарын оқып, осы бетінге дейін ақын ишандарымыз өмір сүріп осы дінді алып келді, құрметті ағайын. Қазір міне егемендік алған жылдары Қазақстанда небәрі 40-қа жуық мешіттер болған дейді. Енді қазір міне 2800-ден астам мешіттер салынып жатыр. Ол да болса мына еліміздің тәуелсіздігі, тыныштығы, берекелі заманның жүргізіп жатырған дұрыс сарабдал саясаттың арқасы деп білеміз. Сондықтан Аллаға сансыз шүкірлер, мадақтар айтамыз. Осындай асыл дінімізге қайтып оралып, осындай зәулім мешіттеріміз ашылып, ішіне емін-еркін халқымыз, балаларымыз намаз оқып, Құран жаттап, Аллаға қызмет, құлшылық жасап жүргеніне Аллаға сансыз шүкірлер айтамыз. Енді Құранда Алла Тағала айтады екен, сендерге сансыз нығметтер беріп жатырмын. Сол нығметтерге шүкір етсеңдер, мен беретін нығметтерімді арттыра беремін дейді. Алла Тағала иншалла қазақ еліне беретін нығметтерін сансыз қылып арттыра беруіне тілекшіп дұға тілейміз иншалла. Құрметті жамағат, жаңа айтып жатырмыз, Алланың бір бергені сыйы, бұл
егемендігіміз, тыныштығымыз, мешіттеріміз ашылуы Аллаға шүкір. Енді міне осы медреседен де Алла қаласа үлкен ғалымдар, ғұламалар өшіп шығады деген ниеттеміз. Бұл мешіттің атауының өзінде Айғожа Ишан бабамыздың атын ұсынып жатырмыз. Осы имамдар тарапынан, өкілдік тарапынан. Өйткені осы бабаларымыз осы жерде мешіт ұстап, медресе ұстап, балалар оқытқан ізін міне жаңа Абдықалық ағамыз айтып жатыр ғой, 100 жылдан кейін міне қайтадан ашылды. Алланың беріп тұрған бұл нығметі, Алланың беріп тұрған үлкен бабаларымызға кешегі дінді жеткізген құрметі, мәртебесі деп білеміз. Артындағы ұрпақтары соны ары қарай құрмет тұтып, оған міне үлкен мешіт, онымен қоса үлкен зәулім медреселер салынып жатқаны. Осыға мұрындық болған ең бірінші Талғат ағамызға Алла разы болсын деп біз алғыс білдіреміз енді. Құрметті жамағат, пайғамбарымыздың хадисінде айтады ғой, адамға рахмет айтпаған Аллаға шүкір етпейді дейді. Осы іс-шараның барлығына біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас муфтиіміз Наурызбай Қажы Тағанұлы келгісі келген. Бірақ мынау Мысыр еліне іс сапары болуына байланысты осы шараға қатыса алмай қалды. Бірақ бүгін таңертеңде өзінің ықылас ниетін, дұғасын, құттықтау лебізін сіздерге жеткізіп жатыр. Соны қабыл алыңыздар деймін. Енді бас муфтиіміздің өзі арнайы осы Талғат Әзімханұлы ағамызға өзінің алғыс хатын жолдаған болатын. Рұқсат етсеңіздер, соны оқып берейін, құрметті жамағат. Алғыс хат: құрметті Талғат Әзімханұлы, мешіт сүйіспеншілік пен бауырмалдылықтың, игілік пен ізгіліктің, бірлік пен мейірімділіктің, барша жақсылықтың тоғысқан құтты мекені. Расында өмірдің тіршіліксіз, ал тіршіліктің құлшылықсыз құны жоқ. Ислам діні тіршілік пен құлшылықты қатар үйлестіріп, өнегелі өмір салтын сабақтасып, ғұмыр кешуге үндейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шәрифінде Алла тағала мешітті жақсы көрген пендені жақсы көреді деген. Асыл дініміздің абыройын асқақтату жолында жауапкершілігін терең сезініп, сауапты істерге белсене атсалысып келесіз. Имандылық бағытында ізгі істеріңіз үшін өзімнің және Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ұжымы атынан сізге айрықша алғысымды білдіремін. Алла тағала деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, өміріңізге береке тілеймін. Ел игілігі үшін жасап жатқан жүрген ізгілікті істеріңізге жаратушы иеміз әрқашан жар болып, мерейіңізді үстем етсін. Әмин. Ізгі ниетпен Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы. Талғат Әзімханұлы ағамыз. Құрмет жасап қойыңыздар. Міне. Рахмет. Мешітке құран қайда? Құрандарымыз бар еді. Медресеге де үлкен құрандарымыз бар, Аллаға шүкір, осы жерге қойылатын. Сондықтан бәрі құтты, берекелі болсын иншалла. Осы мешітімізден енді елге, халыққа, отанымызға біздің асыл қызмет ететін иманды, ибалы ұрпақтар оқып, өсіп, осы жерден өніп шығуына тілекшіміз иншалла. Барша атсалысқан ағайынға Алла мол сауаптан жазсын. Бүгінгі мына ашылу салтанатына келіп тұрған сіздерге Алла разы болсын дейміз. Еліміз аман болсын, тұрып жатқан барша халыққа ауызбіршілік, ынтымақ, береке берсін. Қазақ еліне, оның ішінде біздің мына Сыр еліне, бүкіл біздің мына облыс басшылығы Нұрлыбек Машбекұлы бастаған қаншама ізгі іс-шаралар болып жатыр. Кеше ғана еліміздің президенті келіп, үлкен оң бағасын беріп кетіп жатыр. Оның үшін соның өзі біздің Сыр елі халқы үшін үлкен мәртебе, қуаныш. Біз сол нәрсені түсірмей, әрі қарай біздің руханият саласында да сондай биік, ізгі, үлкен дәрежелерге жете беруімізді Алла нәсіп қылсын. Алла разы болсын баршаңызға. Рахмет. Сөз аудандық мәслихат төрағасы Соқбеков Ғалымжан Жарқынбекұлына беріледі.
Ардақты ағайын, мәртебелі қонақтар, Айқожа Ишанның 250 жылдығына орай Айқожа Ишан мешітінің ашылуы құтты болсын. Тарих беттеріне көз жүгіртсек, Айқожа Ишан бабамыз атақты діндар, халық ағарту ісімен айналысып, өмірінің соңына дейін ізгілік жолын насихаттап, имандылық жолын ұрпағына табыстап, дүниеден өтеді. Мешіт барша мұсылмандар үшін Аллаға құлшылық жасайтын ғибадат үйі. Жастарымыздың рухани қажеттілігін өтейтін, тура жолды көрсетіп, имандылыққа тәрбиелейтін бірлік пен ізгіліктің рухани орталығы. Ежелден имандылықты ту еткен халықпыз. Тәуелсіздік алған тұстан бастап елінде болысқан жанашыр азаматтардың арқасында жер-жерде, елді мекендерде мешіттердің саны арта бастады. Міне осындай ізгілікті істі ауданымыздың меценаты Ашимовтер әулеті де шет қалмай, мешіт үйінің толық аяқталуына үлкен жауапкершілікпен қарап, халық игілігіне пайдалануға беруде. Бұл да осы аймақта тұратын тұрғындардың көптен күткен тілегінің орындалғаны деп білеміз. Бір мезгілде 300 жамағат құлшылық ете алатын жаңа мешітте 500 адамдық асхана, 60 адамға арналған медресе қарастырылған. Құрметті жамағат, архитектуралық кескін келбеті келіскен, қос мұнаралы әсем күмбезді мешіт аудан көркіне көрік беріп, адам бойына иман ұялатады. Бүгінде еліміз даму, өркендеу мен рухани жаңғыру жолында келеді. Соның барлығы иманды, ынтымақшыл, бірлігі жарасқан халқымыздың, парасатшыл президентіміздің және тәуелсіздігіміздің арқасы болып жатыр. Біз бүгін ауданымыздағы 37-ші мешіттің ашылуына куә болып отырмыз. Бұл мешіт жақсылықтың жаршысына, адамгершілік пен ізгіліктің рухани ордасына айналады деп сенеміз. Мешіт іші жамағатқа толып, ынтымағымыз, ауызбіршілігіміз нығая берсін. Жаңа мешіт құтты да қайырлы болсын. Барлықтарыңызды, отбасыларыңызға амандық, бақ береке тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рухани мәдени әулетіміз арта берсін. Егемендігіміз еңселі, тәуелсіздігіміз баянды болғай. Ардақты жамағат, облыс әкімінің арнайы құттықтауы. Қадірлі Айқожа Ишан қоғамдық қорының ұжымы мен бабаның ұрпақтары. Қасиетті сыр топырағында өшпесіз, өлмес өсиет қалдырған тұлғалар аз емес. Солардың бірі өнегелі, мол әулие, ғалым, халықтың арасында діни білім мен мәдениетті дамытқан Айқожа Ишан. Халықта басқа жердің отынан, туған жердің түтін артық деген керемет сөз бар. Киелі Жаңақорғанда дүниеге келіп, Бұқара, Ауғанстан елдеріндегі ғұлама ұстаздардан тәрбие алған Айқожа Ишанның жақсы өмірде өзге жерден іздемей, туған жерінде қызмет етуі бүгінгі күнге де құндылығын жоймаған үлгі өнеге. Сіздерді Айқожа Ишанның 200 жылына мерейтойымен құттықтаймын. Қазір қоғамда дін мәселесі өтекті. Мемлекет басшысы бұл жөнінде діни ұстаным әр азаматтың жеке мәселесі, өз таңдауы. Елімізде де дін бостандығында заңмен кепілдік берілген. Ең бастысы көзқарасы айқын, санасы сергек, әрі дәстүрге берік ұрпақ тәрбиелеу керек деген болайтын. Мерейтой аясында өтетін халықаралық бірнеше тың деректер, шығыстанушылар мен ғалымдар осы жағын ескеріп тың деректермен қамтиды деп сенемін. Ұлт руханиятының дамуына зор үлес қосқан ғұлама ғалымның отын бүгінгі ұрпаққа жеткізіп, насихаттау үшін қолға алып жатқан бастамаларыңызға, еңбектеріңізге алғысымды білдіремін. Құрметпен Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Машбекұлы Нәлібаев табыстауға рұқсат етіңіздер. Рахмет. Сөз Жаңақорған ауданының құрметті азаматы ардагер Махмудов Мүзәрәп Махмутұлына беріледі. Сөз қоғам қайраткері, құрмет орденінің егері, Жаңақорған, Шиелі, Сырдария аудандары мен Қызылорда қаласының құрметті азаматы Абибуллаев Ибрагим Сыржадинұлы және де Камаладдин Аббас ағаларымызға беріледі. Ассалаумағалейкум, қадірлі жамағат. Бүгін ерекше бір жағдайдың куәсі болып отырмыз. Ауа райы да өзін нұрын шашып тұр. Енді жаңа болатынымыз Наурызбай қажының тілектерін айтып, бұл мешіттің мақсат мүддесін келтіріп, атқарылған қызметтерге жоғары бағасын беріп, үлес қосқан азаматтарға, ұйытқы болған азаматтарға
алғысын айтып ризашылығын білдіріп жатыр. Біз де соған қосыламыз. Енді көпшілігіңіз білесіздер ғой, Айғожа Ишанның кім екенін. Бұл Айғожа Ишан, Құлболды Ишан, Марал Ишан үшеуі бірге замандас болған, бірге Бұхараның, Көкілташтың және Ауғанстанның жоғарғы діни мектебін бітірген. Сөйтіп осы сыр бойының өңіріне 3 аймақты имандылық жолға қызмет жасаған ғұламалар. Шамал тарихқа бет жүгірсек, енді шынымен мына Жаңақорған ауданы Қызылорда облысының сыр бойының осы әулиелі орындарының мекені. Сонау Қорасан бабадан бастап Ақсайыс бар, Қылауыз бар, Төлек-Атай бар, мына Айғожа Ишан бабамыз бар, Қылыштата бар, Үшата бар. Мұны толып жатқан әулиелі орындардың бір отанына айналды. Бұл тегін емес. Бұнда үлкен саяси да, діни де, имандылық та үлкен көзқарастың бір жиынтығы. Мен бұл ауданға 91 жылдың көктемінде келдім. Қызмет бабымен Совет үкіметтің кезі, партияның кезі, партияның бар кезі, коммунистік партияның. Сол кезде келдік. Менің өзімде бабаларым осы жерде жатыр. Елдің сол кездегі аумалы төкпелі заманда халықтың қиналып жатқан кезінде соған қарамастан осы әулиелі орындарға халыққа қолқа салып, соларға бір мән берейік, бет бұрайық. Партияның енді дегені болып жатыр ғой. Бізге қолын тарт деп айта қоймас деп, әуелі Қорасан бабадан бастап, соған осы жердегі біраз жігіттер қатысты, бүкіл аудан қатысты. 17 километр жол салып, 23 километр жарық апарып, басынан скважина қазып, кейін мына өмірсеріктің Красный Звезда совхозының бір бөлімін сол жаққа көшіріп, басында 20 шақты үй салдық. Магазины бар, дүкені бар, поштасы бар. Барлығын сөйтіп алдымен содан бастадық. 92 жылы Сығанақта Исамеден бабамызға тәу өтіп, соғанда үлкен шаралар ұйымдастырылды. Басына жол апарып, жаңағыда айтқан тілектердің бәрі іске қосылып, содан кейін Айғожа Ишанға бет бұрдық. Менің келген кезімде Сұлтан Ахмет деген ақсақал кабинетіне кіріп, шырағым, мына Ақтастың мешітінде Айғожа Ишанның имандығы саған, медресе ұстаған, сондай бір үлкен әулиелі жер бар. Соны бір барып көргенің дұрыс болар деп, содан сол бірге барып көріп едік. Шынымен Айғожа Ишанның Ақтастың мешіті бұл Қызылорда өңірі емес, жалпы Қазақстандағы ең ірі мешіттердің бірі. Соған тәнті болдым, көрдім, тарихын білдім. Содан не істеу керек? Әрине, жол жоқ, жарық жоқ, басында үй жоқ. Жаңағы ақсақал су жоқ деді. Сол қуғын сүргінге дейін соның артында дарияның жағасында, қалған дарияның жағасында бұлақ бар еді. Марқұм Қалтай Мұхамеджановтың әкесі Қараулия Мұхамеджан сол ұсталып Ташкенде дүниеден озды. Сол қуғын сүргінге байланысты. Содан кейін бұның берекесі кетті. Бұл жер жаңағы Қызыл мүйіске айналды. Одан кейін Талап ауылының бір фермасының тұрақтады. Мұна мешіт жем қоймасы болды. Сонымен азып тозып тұрған жері осы, шырағым деп тұлды. Арада бір 10 күн өткеннен кейін ақсақал бір жетіп келді. Шырағым, мұнаның басында алдында бір 2-3 скважинаға су шықпап еді. Ақтөбеден бір 2 орыс, бір қазақ сол скважина қазатын жігіттер екен. Сол суды шығарып берем деп отыр. Соған шығарып берсем 120 сом ақша төлей аласыздар ма деп
ұсыныс жасап отыр. Қалай қарайсың деді. Енді 120 мың сом деген біраз нәрсе, о өзі 5 мың сомның өзі бір жеңіл машинаның құны. Бірақ бұны істеу керек. Тәуекел күрішіміз бар, малымыз бар, бір есептесерміз, қаздыра беріңіз деп, соны келісім бердік. 1,5 ай өткеннен кейін сол деген жетіп кетті. Шырағым, су шықты, жылы су шықты, керемет болып жатыр. Мен бір лағымды сойып, соған дастархан жайып отырмын. Ана балдырға рахметіміз айтайық. Енді ана уәдең бар еді, 120 мың сом ақша берем деген. Соны қалай орындаймыз деп су шыққанына қуандық. Бірақ енді екеуміз баратырмыз машина ішінде. Қалай, не деп айтам, қалай уәде берем деп. Сонымен бардық, қысылып отырым. Сол жаңағы дастарханы жайып, бір лағын сойып, шай ішіп, тамағын ішіп, сол кезде жаңа орыс жігіт, Ақтөбеден келген жігіт, өзінің газ 66 бар, бура-бойы бар, прицебі бар енді. Сол айтты, ата, дай нам бата, это у нас расчет деп сөйтеді. Ананы естігеннен кейін тебіреніп, көзімізге жас келіп, орысты құшақтап, маңдайынан сүйіп, ана кісі батасын беріп, сөйтіп мен де құрбос барған жоқпын, осы шығарып, шекараға шейін шығарып, жағдайын жасап жіберіп едік. Содан басталды. Су шыққаннан кейін соған міне осы жерде мына өмірсерік бастаған серғожалар бар. Барлық жігіттер бар, ауданның жігіттеріне мен ырзамын. Осындай бір шаруаны, бір дұрыс жөнді шаруаны ұсынып айтсаң, ел боп көтеріп кететініне көзім жетті. Міне сөйтіп соған жол салдық, жарық апардық, басына 5-6 үй салынды. Намазханасы бар, басқасы бар. Сұлтекеңде қуанышында шек жоқ. Халық ел жиналды. Болғаннан кейін сол жерде бір ас берейік деп соны жария жасадық. Марқұм Исатай Әбдікәрімұлы бастап келді. Осы жердің халқы көпшілігі барды. Соны жоғары жаққа хабарын бергенбіз. Қалай екен өзде Қалтай Мұхамеджанов ағамыз тірі. Сол кісіге айттым енді, кім бар екен, Халипа Алтай бар. Сол кісі келе аларым екен деп едім. Сол алып барам деп Халипа Алтай менен Қалтай Мұхамеджанов екеуі сол үлкен асымызға, үлкен шарамызға келіп қатысты. Қалекең соның алдында ғана Меккеге барып, сол жақтан бір дипломат 114 сүренің 114 кассетін әкеліп, соны сыйлап, өзінің жүрек жарды әңгімесін айтты. Ол жұмысқа, ол шараға Мұрат Жүрініп, ол кезде мына Қазақ Түрік университетінің ректоры, сол кісілер, ғалымдары бәрі келіп үлкен шара болды. Міне бұл тарихи оқиғаны көпшілігіңіз білет шығарсыздар, көпшілігіңіз білмей шығарсыздар. Енді міне қазір осы мешіттерге жақсы жұмыстар жасалып жатыр. Мына Қорасан бабаға жатақханасы бар, қонақ үйі бар, мұражайы бар, тағы басқа қалған жерлер бар. Жақында мен облыс әкімімен кездестім. Сол кезде кеше Марал Ишан жайлы мына Түркістанда өткен құрылтайда мемлекеттің басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев осы Марал Ишанның Абылай ханға берген Құран табылды деп, сол Марал Ишанның атын атап өтті. Бұл Жосалдан бір 15 шақырымда жерде Марал Ишанның мешіті бар. Міне соның өзі мән берген болу керек. Нұрлыбек Машбекұлы маған айтты, осындай әулиелі жерлердің қандай проблемалары бар, жолы бар, басқасы бар, соған мүмкіндігіміз келгенше қолғабыс жасағанымыз жөн деп, ол жақсы бар, қуантатын сондай пікірін айтты. Енді мешіттер салынып жатыр, жаңа 2800 мешіт дедік. Осы Жаңақорғанда 30-ның үстінде мешіт. Енді бұл мешіттің бәрін салып жатырмыз. Соны біз қалай пайдаланып жатырмыз? Қалай діни имандылыққа тәрбиелеп жатырмыз? Кейде маған ой келеді. Сонша имандылыққа тәрбиелеп жатырмыз ғой. Бірақ неге ұрлық көп? Неге қылмыс көп? Неге бұзықтық көп? Адам естімеген неге теріс әрекеттер көп? Оның барлығының пайдалы эффектісі неге болмай жатыр деген ой ептеп мазалайды. Сондықтан жаңа айтып өттім, бұл Жаңақорған ауданы әулиелі орындардың мекені болғаннан кейін біз адам тәрбиесіне қарауымыз керек.
әулиелі орынның ұрпақтары, әулиелі орынның абыздары, әулиелі орынның ардақтылары, асылдары тұрған жерде ешқандай қылмыс, ұрлық, бұзақылық болмау керек. Бұл ең мәдениетті, ең таза, адал, әділетті осы жерде қойған болу керек. Біз бәріміз өзіміз тәрбиелеуіміз керек. Балдарымызды, ұрпақтарымызды солардың бәрін тәрбиелеу керек. Бұл аудан қанша дегенмен Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың іргесінде тұрған аудан. Сондықтан мен осыны тілер едім сіздерден. Мен енді жаңа бекер айтқан жоқпын. Бұл ауданның ұйымшылдығы, бұл ауданның бір ұтымды мәселені ұсынса, соны бірден көтеріп кететіні. Дым жоқ кезде 152 жерге педе жатқан шопандарды 2 жылда сыртқа шығарып, қандай үйлер салып, қандай жағдайларын жасап, еңсесін көтеріп, соны көтерген дым жоқ кезде, ештеңе жоқ кезде. Мен енді бармаған жерім жоқ. Ол кезде агропромның бастығы Тұрсынбай Балташ деген кісі болды. Ол мені қабылдамағасын Әбдіжәміл Нұрпейісов ағаны ертіп апарып қабылдатып, мына түркістандықтардан қаншама көмек алып, сөйтіп осындай бір ірі жұмыстардың, соның жанашырлары бұл ауданда өте көп. Бір жағында Қаратау, бір жағында Сыр. Сондықтан ағайын, сіздерге мен отбасыларыңызға амандық тілеймін, денің саулығын тілеймін. Мына салынып жатқан, пайдалануға беріліп жатқан мешіттердің пайдалысы, тәрбиелік, имандылық жағынан көзге көрінер, сондай басқа өңірлердің қызғатындай ауданы болсын. Рахмет ағайын, құтты болсын мешіттеріңіз. Құрметті ағайындар, Алланың қалауымен бүгін бәріміз жан-жақтан басымызды қосып, қасиетті бабамыздың 2,5 ғасырлық мерекесін еске алуға арналған шараларына қатысып отырмыз. Қадамдарыңыз құтты болсын. Мына Түркияның дәрігер ғалымы, халық деген азамат адамның жүрегін тексеріп, сонда жүректің бір бұрышында Алла деген жазу бар екенін анықтап, бүкіл әлемге жариялайды, дәлелдеп. Адамның жүрегі бұл жүректі талшықтардан тұрады екен. Сонда жаңағы Алла деген жазу тұрған жер бос тұрады екен, бос тұрған екен. Міне Алла тағала соның оғаста сол Аллаға адамда пәндесіне таңбабасы үшін сол жүректің бір бұрышынан алып болған құсайды. Алла деген жазуды сөйтіп жазған. Әрқайсымыздың ол мұсылмансың ба, христиансың ба, буддисің ба, оған қарамайды, барлық адамның жүрегінде Алла деген жазу бар екен. Тоқтар Әубәкіров ғарыштан оралып, 2 баласын ертіп, Қонаевқа сәлем берейін деп барған құсайды. Сонда әңгімелесіп отырғанда Қонаев айтты: "Ал, ғарыштан не керемет көрдің, айтшы" дейді ғой. Сонда Тоқтар айтады: "Ой, Димаш Ахметұлы, мен ғарышқа көтерілгенде барып, қайтып келгенше құлағымнан Алла деген сөз кетпеді, жаңғыртта тұрды" деп айтты дейді. Міне осындай керемет сезіндім. Жерге қалай қондым, сонда барып тоқтады деп айтты дейді. Сонда Қонаев айтты: "Көрдің бәнеки, Абай, дана Абай, Алланың өзі дұрас, сөзі дұрас, рас сөз еш уақытта жалған болмас" деп бізге бойымызға сіңіріп кетті ғой. Міне соның бір дәлелі сен мынау айтып отырсың. Ғарышта жерге келгенше Алла деген сөз бостан артық не керек Алланың растығына деп жаңа Қонаев айтты дейді. Мына енді немістің ғалымдары адамның жүрегінен Алла деген сөзді тапқан екен. Сол ол жаңағы сөйтіп жаңағы түріктің ғалымының дәлелін бекіткен екен дейді. Міне бүкіл әлем адамның жүрегінде Алла деген сөз бар екенін сол жаңағы жариялады дейді. Сонымен жүрек соққанда Алла деп соғады екен дейді. Алла, Алла, Алла деп. Мінекей Алланың құдіреті, діннің құдіреті осы болса керек. Сауд Арабиясының королі Фейсал
шамалы сырқаттанып, Канаданың Торонто қаласының медицина университетінің профессоры Кейт Бур деген дәрігер шақырған екен. Сөйтіп, өзінің жаңағы Кейт Бур ол кісіні тексеріп, ал енді мені қанша уақыт емдесін десе, 6 ай емдеймін депті. Сонда жаңа Каролайт дейді, мен бір адаммын сенің қарамағыңда. Маған күніне 2 сағат уақыт аларсың. 6 ай осы жақта боласың. 24 сағаттың 2 сағатын мен емдейсің, қалған 22 сағатын не істейсің? Мен саған мына ағылшын тіліне аударған Құранды берейін, сен осыны оқы. Қалған уақытыңда деп Құран беріпті. Сонан жаңағы Каролды емдеп, 6 айдан кейін жақсы нәтиже шығарып, жаңағы кісі Кейт Бур еліне қайтса керек, Құранды оқып болып. Барғандан кейін, шамалы уақыттан кейін, өзінің жаңа Құрандан оқыған несін ғылыми бұлай негіздеп, адамның ұрықтан жаратылғандан кейін ананың құрсағында 9 ай 9 күн жетіліп, дүниеге келетінін барлығын көрсетіп дәлелдейді ғой. Сол кісінің ғылыми еңбегін жоғары бағалап, Нобель сыйлығын берген екен. Сол Нобель сыйлығын алғаннан кейін бір журналист келіп, ол кісіге сұрақ қойыпты, сіз Нобель сыйлығын қалай алдыңыз деп. Сонда жаңа Кейт Бур айтты дейді, мен осыны 20 жыл бұрын Құранды оқығанымда, 20 жыл бұрын Нобель сыйлығының лауреаты болатын едім деп. Сөйтсе сол жаңағы 21 ғасырда бүкіл әлемнің ғылымы әлі көз жетпеген, дәлелдей алмаған, ғылыми негіздей алмаған әңгіме Құранда жазылған екен. Жаңа адамның дүниеге келуі, ананың құрсағында жетіліп. Сонда мына басқа діннің өкілдері, исламның қарсылары, бұл Мұхаммедтің айтып жатқандың бәрі өтірік. Құранда Алланың сөзі дейді, ол өзі халықты алдау үшін Алланың сөзі деп айтады. Дейді, соны мен ана жаңа профессор айтады, ол Мұхаммед өзі мектеп көрмеген, оқымаған адам, 21 ғасырдың ғалымдары шеше алмаған мәселені 7 ғасырда қарай Құранға жазады. Міне Құранның Алланың сөз екенінің дәлелі осы дейді. Сөйтіп, жаңағы христиандың ғалымы сондай жаңағы исламға деген өзінің Құранға деген жаңа сенімін нығайта түседі. Соның құдіретін айшықтайды. Армстронг деген америкалық астронавты айға барып қонады ғой. Айға барып қонып, айдың бетінде жүріп, қайтып еліне оралып, бір күні Жиддаға, Сауд Арабиясына сапарға шығады. Аэропорттан түскен кездері 5 минут уақыт таялып қалған екен. Азанды естиді жаңағы кісі. Аллаху акбар деп басталған. Соны қасындағылардан сұрады, бұл не бұл деп. Бұл осындай намаз болады қазір, сонда Аллаху акбар деп Алланы ұлықтап атқан азаншының дауысы дейді. Сонда айтады ана кісі, мен бұл сөзді айда естіттім ғой дейді. Сондықтан мен енді бұл ислам дінінің құдіретіне сендім, мені мешітке алып барып, ислам дінін қабылдауға көмектесіңдер деп, мешітке барып, дәлел ислам дінін қабылдаған екен жаңағы бірінші ұлын Армстронг. Міне осындай Құранның құдіреті деген осы 748 жылы Қытайдан 100 мың әскер келіп, осы біздің Жетісудың жерін басып алған екен. Соны Арабтың Ибн Салих, Зияти Ибн Салих деген қолбасшысы біршама әскермен осы жаққа келген екен. Сонда көріп, мынау ел жақсы ел екен, халқы жақсы екен, мына басымшылардан құтқармаса болмайды, бірінші әуелі осылардан құтқарайық деп, жаңа 100 мың Қытайға соғыс жасады ғой. Сөйтіп соның 50 мыңын қырып 100 мың. Міне біздің сол келген бабаларымыздың білімдар кісілердің арқасында біздің Қытайдың елі болмай, осындай қазақ елі болып қалғанымыздың бір тарихи дәлелі осы. Діндің арқасында болып отыр. Мінекей, мына Айғой бабамыз сол дінді пайғамбардың жолын жалғастырып, дінді насихаттап, осы елді сауаттандырған, көп еңбек сіңірген ғұлама, ғалым, әулие. Ғұламалар айтады екен, әулиенің
әулиені кереметін соған жақын жерге береке жасады. Бүгін барлығымыз сол әулиеге зиярат етуге келіп отырмыз. Алла тағала зияраттарыңызды қабыл етіп, мына отбасыларыңызға амандық тілеп, тілеген тілектеріңізді қабыл етіп, мына үлкен мереке құтты болсын. Мына Талғат бауырымызға мынандай керемет мешіт ашқан үшін көп рахмет. Алла риза болсын. Енді қадірлі ағайын, біздің айтқан сөзіміз осы жерде қалады. Үйлеріңізді айтарсыздар. Бірақ тарихта қалатын, есте қалатын бұл кітапқа түсу, бейне жазбаға түсу. Сондықтан мынаның барлығын осы жақсы Айғожа Ишанның осы жердегі әулиелі орнының барлығын бейне таспаға түсіріп жүрген. Бүгінгіде арнайы келіп осы Айғожа Ишанның бір ұрпағы ғой. Мына Халило Омаров азаматқа бір сый сияпатын жасасам деп тұрмын. Кел. Қалеке кел. Уақыт алма. Онсыз да біз көп уақыт алдық. Арнайы құрмет көрсетіп жатыр шабан шаттығымен. Рахмет Ибрагим Сыражадинұлы ағамыз, Халило Омаров ағамызға. Кеше ғана Ауғанстаннан келді ағамыз. Суретке түсіріп алыңыздар. Сосын өздеріңіздің орындарыңызға жайғассаңыздар. Мың рахмет. Рахмет. Бір 30 жылдай болды ғой Айекең туралы жинап жүргеніме. Сол кезде жазған дәптерім бар. Кеше Талғатқа бердім. Мә ішінен керегіңді ала бердім. Рахмет. Құтты болсын. Соңғы 5 жылда облыс көлемінде 60-қа жуық мешіт салынды, және де көптен күткен 5 медресе салынып отыр. Осыған ұйытқы болған Болатбек Қажы Оласханұлына бас имамымызға алғысымызды білдіреміз. Сөз Жаңақорған ауданының құрметті азаматтары, ел ағалары Мадияр Ахмет ағамыз бен Сапарбаев Төребай Ысқақұлы ағаларымызға беріледі. Ассаламу алейкум, қадірлі қауым, құрметті жамағат. Бүгін Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кентінде кереметтей бір ізгілікті шара өтіп жатыр, соның куәсі болып жатсыздар. Бұл шараның орналасқан жерінің өзін көріп отырсыздар. Мына үлкен күре жол, Батыс Қытай, Батыс Европа жолының үстінде Алланың үйі Айғожа Ишан атындағы мешіттің ашылу салтанаты құтты болсын. Біздің ата-бабаларымыз шығысында Қаратау, батысында сырдың бойын жайлаған білесіздер. Сол кешегі ғасырдың аяқ жағында біздің үлкен ата-бабаларымыздың барлығы осы Айғожа Ишан бабамыз жөнінде көптеген естеліктерді айтып жүрді. Біз соның біразы менің енді есімде. Сол кешегі Совет өкіметі орнамай тұрған кезеңдерде қазіргі жаңа Ибекең айтып жатыр, Ақта сәуле деп. Сол маңай ары қарай қазіргі мына темір жол, одан тауға дейін. Бер жағында Қауық, Аққұм деген елді мекендер бар. Осы жердің барлығы үлкен жазық болған екен. Қаратауда жазды жайлап болып күзге қарай Сырға қыстауға көшетін кезде осы мына Ақтаспенен Аққұм Қауықтың айналасына келіп, аттарын демалдырып, өздері демалып, асын беріп, көкпарын шауып, күзде қыстауға Сырға қарай өтеді екен. Көктемде қайтып, ерте көктемде келіп, бұлай қарай тауға қарай жазғы жайлауға көшетін кезде тағы да сол ас беріп, малын төлдетіп, атын демалдырып, өздері ас суын ішіп, ас беріп, көкпарын шабатын кезде бір екі шабандоз арғы Ақтастың үстінде Сатынтай жағынан шауып келіп, бері қарай қазіргі мына үлкен асфальт жол бар. Соның бойында қарын алып кеткен үлкен арнаға кезігіп, екі шабандозды білесіздер. Олар ешқандай жанында өзінде атты да аямайды.
ай тәуекел Аллаға сыйындық деп екеуі сол алдағы арнаға келген кезде арнадан қалай өткендерін білмейді, ары қарай екі шабандоз тартысып кесіп баратыр екен дейді. Содан екеуі де ойланып, біз қалай өттік аман есен деп үйлеріне барған кезде түнде Айқожа Ишан бабамыз аян беріп, сол шабандоздың біреуіне ей бәтшағар менің арқамды қараш деген кезде екі аттың 8 тұяғы бабаның арқасында сол кісі жебеп өткізіп жіберді деген үлкен ескі әңгімелерді айтады. Ал енді бұл әңгімеде шындық бар болу керек. Міне сондықтан біздің қалың сол Қоңырат елі осы Айқожа Ишан бабаны кешегі өздерінің соңғы о дүниеге аттанғанға дейін пір түсіп кетті. Ал енді содан кейінгі өскелең ұрпақ біздер де мысалға осы Айқожа Ишан бабамызды пір түсіп келе жатырмыз. Жаңа Ибекең ағамыз осы ауданды басқарған кезде менің есімде 92 жылы, 93 жылы бұл кісінің 220 жылдық үлкен ас берілді. Соған дайындық ретінде соның айналасын абаттандыру жұмыстары басталған кезде мен енді бір мекемені басқаратын едім. Қазіргі мына Бесарық тас жолының тұсында Айқожа Ишан кесенесі деген темірден салынған, сол жерде белгі тұр. Соны 92 жылы мен салып едім. 93 жылы ас берілді. Жаңағы Ибекең айтып атқан Қожасан баба Айқожа Ишанның айналасындағы абаттандыру жұмыстарының барлығы осы Ибекеңнің осы жерде басшылық жасаған кезінде болды. Сондықтан енді Ибекеңе де рахмет айтып қоюға болатын шығар. Жалпы қадірлі ағайын, мынау мешіт Алланың үйде жатырмыз ғой. Сондықтан мына бүгінгі мешіт құтты болсын. Айқожа Ишан бабамыздың ұрпақтарына Алла күш-қуат берсін, дендеріңіз сау болсын. Осы мешіттің ішінде тек қана имандылыққа тәрбиеленетін жастар көп болсын. Аумин. Ассалаумағалейкум, қадірді ағайын. Мынау менің алдымда сөйлеген кісілердің бәрі бабамыз туралы тереңірек тарихи дәлелімен айтып өтіп кетті. Мен енді оған тоқтамай қойын. Қазақта бір жақсы сөз бар: жиғаны бар адам бай емес, иманы бар адам бай дейді. Және мына Абай атамыздың сөзі бар: ақылды адамға иман парыз, иманы бар адамға ғибадат парыз дейді. Мына осы үлкен мешіт салып, оны үлкен атамыздың атынан беріп отқан мынау Талғат бауырымызға ер атағын ер шығарады дейді, ер атағын ел үмітін ер ақтар дейді. Сондықтан да мынау салған ғибадат үйіңіз, мешітіңіз халыққа қызмет етсін. Құдай қаласа жастарымызға тәрбие беретін, мәнді имандылыққа тәрбиелейтін үлкен орда болсын деген тілегім бар. Атамыз туралы көп, әкемізден көп нәрсені естігеміз. Сондықтан да бұл Айқожа Ишанның ұрпақтарының әр уақытта ордадай орны бар, елде қан басындай қадірі бар. Сондықтан да барлығы құтты болсын. Мынау келіп атқан адамдардың, балдарымыздың бар имандылыққа тәрбиелеп атқан тағы да үлкен келешегі зор болсын деген келеді. Барлықтарыңызға мынау құтты болсын деген келеді. Рахмет. Алла разы болсын. Құрметті ағайын, журналист Айгүл Ойсованың Айқожа Ишан әулетінің асыл мұрасы және өз білгенімді сөз қылайын атты кітаптар жинағының тұсаукесер рәсімінің куәсі болыңыздар. Тұсаукесер құрметті дінтанушы Бақтияр Оспанов пен ардагер Абибулла Шерімбетовке және Сайдулла Омаров ағаларымызға және Ерлан Арын ағамызға, Павлодар облысының әкімі болған, университет ректоры болған ағамыз, және де Шарафов Изат, Өзбекстан Республикасынан келген, ішкі істер саласының генералы, және ғылым докторы, профессор академик Айтжанов Батырбек ағамызға Алматы қаласынан келіп отыр. Және Амангелді Еренғайып, Нұр Қазақстан қажылық компаниясының президенті, және арнайы бізге Түркия елшілігінің кеңесшісі қонағымыз Махмуд Шевкет Байрам ағаларымыз келіп отыр. Осы кісілерге ұсынылады тұсаукесер рәсімі. Алдарыңызда кесе беріңіздер, қолдап, қошеметтеп отырсаңыздар болады, құрметті қонақтар.
Рахмет, тұсау кесілсе суретке түсіріп алыңыздар. Сосын арнайы орындарымызға жайғасайық. Қазір енді бата беріліп, батадан кейін арнайы мешіттің лентасын қию рәсімінің куәсі боласыздар, құрметті жамағат. Арнайы алғысымыз осындай ізденіспен Айқожа Ишан әулетінің асыл мұрасы және өз білгенімді қосай сөз қылайын атты кітаптар жинағының жазған журналист Айгүл Уайсова ханымға да алғысымызды білдіреміз. Айгүл ханым, қаламыңыз ұштала берсін. Барлық жақсылық тілейміз сізге де. Рахмет. Қалилы мешітімізді ашып алайық. Алла разы болсын. Ал дастархан барша орындарыңызға жайғасыңыздар. Жайғасып алыңыздар. Бата берушінің сөз зейнеткер ауыл шаруашылығының ардагері Зекенов Ұзақбай ағамызға беріледі. Амин көке. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүкіл әлемнің жаратушысы бір Аллаға мадақ және де барлық салауаттар мен сәлемдердің Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саламға болсын. Я құдіреті күшті Алла, қазынасы кең Алла, кешірімі көп Алла, мейірімі мол Алла, тілегімізді бер Алла. Я Талғатжан, талабы биік ередің, талабы биік ередің, несібен таудан зор еді. Жаңылмас даңғыл жолыңыз, ай күнге қолды создыңыз, адамнан жалпы оздыңыз. Бақытыңыз биік мұнардай, саяңыз қалың шыңардай, халықтан озды даңғыңыз, қаптады дәулет шаңыңыз. Алла өміріңізді ұзақ көретін күндеріңізді шуақ қылсын, жүрген жеріңізде құт береке, отарыңызды жұмақ қылсын. Пейіліңізді шалқытып таста берсін, мерейіңізді өсіріп асыра берсін, көсегіңізді көгерте көрсін. Тілмен, көзден, қиянатсыз сөзден аулақ қылсын, ұрпақты қылсын, ырысты қылсын. Ырыстарыңызды осындай халыққа жұғысты қылсын. Алла астынан және үстінен берсін, ата-бабалардың жолынан берсін. Мынау салған жайымыз құтты қана мешіт болып, мынау үлкен ғалымдар мен алымдардың шығуына себеп болып, Алла құлшылық орнына айналдыруға жазсын. Я Алла, мынау жамағат, бәріміз бір атаның түлегіміз, бір болсын қайда жүрсек, тілегіміз, бірлік барда, тірлік бар деген бабам, бірлік деп, бірге соқсын жүрегіміз. Алла, мына тірлігіміз басқа болса да, тілегіміз бір болсын, жүзіміз басқа болса да, жүрегіміз бір болсын. Мына Қазақстанымыз дамушы елден, дамған елге айналуға Алла бір кісідей жұмылдырсын. Аллаху акбар. Амин. Алла бір және пайғамбар хақ ұраны, қолдан түспей қасиетті Құраны, имандылық ізгі жолдан таймаған ұрпақ қана шын биікке шығады. Құрметті қауым, қадірлі жамағат, баба аманатына адалдық танытып, егістің ұйытқысы болған Айқожа Ишан баба ұрпақтарына риясыз көңілден шексіз алғысымызды білдіре отырып, Айқожа Ишан мешіт медресесінің лентасын қию рәсімінің куәсі болыңыздар. Лента қию рәсімі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Қызылорда облысы бойынша өкілі Ақмешіт Сырдария мешітінің бас имамы Әбу Болатбек Ұласқанұлына, аудандық мәслихат төрағасы Ғалымжан Жарқынбекұлына, аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Өміртек Тақырбасовқа және Айқожа Ишан бабамыздың
ұрпағы Ахметхан Қажы Ният Мағзұмұлына және Абибулай Ибрагим ағамызға ұсынылады. Бер жағына қарап тұрсаңыздар, халыққа көрінсе. Жаңа мешітіміз құтты болсын, ішінде жамағаты көп болсын. Жаратқан иеміз жасаған ғибадаттарымызды және ізгі амалдарымызды қабыл етсін. Баршаңызды Айқожа Ишан мешіт медресесінің ішкі мүмкіндіктермен қазір лента қиылған соң танысуға шақырамыз. Сондай-ақ баба рухына арналған түскі ас мәзіріне және мешіт жанында орналасқан білім беру орталығында өтетін Айқожа Ишан және сыр бойындағы тасаввуф иелерінің функционалдық қызметтері мен қилы тағдыр атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияға қатысуға шақырамыз. Ал бисмилля, лента қиылды. Ішке қарай кіруге рұқсат. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة والصحة وامنحنا مالا كثيرا اسهرنا سعيدا كل سعي جميلا اللهم اجعل نعمتنا دائما دولتنا قائما أولادنا عالما ولا تسلط علينا ظالما يا الله وسبحانك ашылыватқан ата-бабаларымызға арналған, біздің болашақ ұрпақтарымызға арналған Алланың үйі құтты мүбәрәк болсын. Мына медресемізде Алла тағала келешек иманды, инабатты, салиқалы, саналы ұл-қыз перзенттер тәрбиелене беретін болсын. Мына 9 жолдың торауында, үлкен жолдың бойында Айқойша бабамыз армандап кеткен үлкен жолдың есігі, баяғы тарихта бар есік. Түркістан мен Қызылорданың Ақмешіттің ортасында 2 есік болған. Бірі қылауыз Жәңгір Қырғызалы соның есігі болған. Одан кейін Айқойша бабамыз есігі болған. Сол кездерде енді артынан қудаланып, сол есіктер жабылып қалып, енді бабамыздың армандап кеткен ғасырлар бойы ұрпағы армандап жүрген есік мына жолдың бойында ашылды. Осы есік енді мәңгі жабылмайтын есік болсын. Осында өткен кеткендер тағат ибадатын жасап, Алла тағалаға құлшылығын жасап,
рахметін айтып өтетін, тамақтанып өтетін, демалып өтетін жол болсын. Осы есік мән ашық болып, ұрпақтан ұрпаққа қызмет жасауды нәсіп етсін. Қабыл болсын. Thank you.